Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhtaram жамағат, бүгінгі біздің уағызымыздың тақырыбы ақыр заманның кіші және үлкен белгілері турасында болады. Ақыр заман дегеніміз мынау тіршіліктің соңы аяқталуы. Бұны енді қазақта ақыр заман дейді, немесе заман ақыр деп айтады, немесе қиямет қайым дейді, сондай атаулармен келеді. Ал Құранда әртүрлі атаулармен келеді бұл ақыр заман сөзі. Әл-ғашия деген атаумен келеді бір аяттарда. Ғашия деген орап алушы деген. Яғни өзінің азабыменен барлық нәрсені орап алушы. Әл-уақиға дейді. Уақиға белгілі бір уақытта болатын нәрсе. Бір уақиға. Немесе әл-хаққа, ақиқат болатын нәрсе деген атаулармен келеді. Немесе әс-саға, қиямет сағаты деп келеді. Немесе яумул ахир деп келеді. Немесе ахирет күні деп келеді. Яумул қияма деп атады. Әртүрлі атаулармен Құран кәрімде кездесіп жатады. Енді осы ахирет күніне иман келтіру бұл иман шарттарының бірі. Кім ахирет күніне иман келтірмесе, оны жоққа шығарса, өтірікке шығарса, ол адам діннен шығып кетеді. Сол үшін де өйткені ол ешқандай дәлел іздемей Құранның ішінде Құран аяттарында айқын келіп тұрған хабар, сол үшін оған иман келтіру парыз. Ал енді құрметті жамағат, қияметтің екінші белгісі ол үлкен белгілері. Үлкен белгілеріне келіп тоқтасақ, бізге белгілі 10 белгісі бар. Одан да басқа белгілер болуы мүмкін, бірақ бізге белгілісі хадисте келген 10 белгісі. Соның біріншісі Хазіреті Имам Махдидің дүниеге келуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, өзінің аты менімен аттас, әкесінің аты менің әкеммен аттас. Адам дүниеге келіп, сол жер бетінде қалай зұлымдық орнаса, дәл солай жер бетінде әділдік орнатады дейді. Бұл Имам Махдидің шығуы. Екінші белгісі Дәжжалдың шығуы. Дәжжал деген сондай жаңағы мұсылмандар үшін бір сынақ болатын, сондай бір фитна болатын. Аллах тағала сол Дәжжалға сол үшін жаңа оны шариғатта истидраж дейді. Истидраж деген сөз күтпеген жерден масқара ету деген сөз. Сондай бір истидраж беріп қояды оған Дәжжалға, яғни ол өзін тәңір санап кетеді. Сондай бір күштері болады оның, жаңағы адамды қылышымен ортасынан қақ бөлген уақытында екіге бөлініп қалған адам тұрып жүре бер деген уақытта, Дәжжал бұйырған уақытта ана адамның екіге бөлініп қалған денесі қайтадан қосылып тіріліп кете береді. Міне соны көргенде адамдар оны құдай санап, соның артынан көбісі соның азғыруына, фитнасына еріп кететіндер болады. Сол үшін соның біз әрдайым несінен, соның фитнасынан, соның бүлігінен сақтауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифтерінде өзі Алладан пана сұраған нәрселердің ішінде «Уәмин фитнатил масихи дәжжал» деді. Масих Дәжжалдың фитнасынан, азғыруынан сыйынамын деп пайғамбарымыз сыйынды. Неге? Ол бізге үмметіне осыны өнеге етіп қалдырып кетті. Біз әрдайым сол дұғалармен сөйлейміз. Және кім Кахф сүресінің, Құранда Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын жаттап алса, ол адам Масих Дәжжалдың фитнасынан аман болады деген хадис бар. Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын жаттап алған. Неке осылай бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сүннетінде көрсетіп кеткендей, әрдайым сол фитнадан, Алланың сақтауынан естуіміз керек, Алладан пана сұрауымыз керек. Оның Масих деп аталу себебі, оның бір көзінің сипалып соқыр болып қалуы. Масаха деген сөз негізі арабша сипау дегенді білдіреді. Жаңағы бір көзі жабылып, Масих Дәжжалдың жабылып қалғаннан кейін солай Масих Дәжжал солай аталған. Одан кейінгі Хазіреті Иса алейхиссалам, Иса пайғамбардың көктен түсірілуі. Бұл Иса алейхиссалам енді бізге жеткен хабарлар бойынша аспанның екінші қабатында дейді. Ол жерде тек Алланың ғана үкімі жүреді, тіптен періштелердің де үкімі жүрмейді ол жерге. Сондай бір жерде ол Иса алейхиссалам ұйқыда жатыр, мәңгі ұйқыда. Ертең осы қиямет болатын кезде, оның жерге түсуге уақыты болған кезде Аллах тағала Иса алейхиссаламды жерге түсіреді. Ол жерге түсіп, жер бетіндегі крестерді сындырады, шошқаны өлтіреді, арақты сындырады. Сөйтіп, өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шариғатымен 5 уақыт намаз оқып, оразасын ұстап, кәдімгідей 7 жыл
жер бетінде мұсылманшылықпен өмір сүреді. Сол кезде осы қазіргі христиан дінінде жүргендердің көбісі сол пайғамбардың ізінен еріп мұсылман болып иман келтіреді. Шіркеулердің көбісі мешіттерге айналады. Бұл осы Иса алейхиссаламның келуі. Одан кейінгі даббатул ард деген жерден шығатын жануар. Аллах Тағала Құранда айтады: "Ва иза вақағал амру ахраджна лахум даббатан минал ард тукаллимухум аннан-наса кану би аятина ла юқинун" дейді. Ақирет уақытта болған кезде біз жердің астынан сондай бір жануар шығарамыз дейді. Ол адамдармен сөйлейді дейді. Адамдар біздің аяттарымызға айқын сенбей жатыр деп сөйлейтін болады дейді. Сол жаңағы даббатул ардтың бір қолында Муса пайғамбардың алейхиссаламның аса таяғы болады екен дағы, бір қолында Сүлеймен алейхиссаламның жүзігі болады екен. Мүмин адамға келіп Муса алейхиссаламның аса таяғыменен мөр басады екен. Сен мүминсің деп. Сол кезде жаңағы мүминнің жүзі жап-жарық болып жарқырап кетеді дейді. Кафір адамға келіп Сүлеймен алейхиссаламның жүзігімен мөр басып, сен кафірсің дейді екен, сол кезде оның жүзі қарайып кетеді дейді. Ол сондай бір құбыжық кейпінде шығатын жануар пайда болатын, бірақ адам тілінде сөйлейді. Даббатул ард дейді. Одан кейін Яжуж Мажуждың шығатын уақыты. Яжуж Мажуж. Хатта иза футихат Яжужу ва Мажужу ва хум мин кулли хадаби янсилун дейді Аллах Тағала Құранда. Яжуж Мажуж ашылып, олар әрбір төбеден ағылып құйылған уақытта дейді. Олардың саны сондай көп, төгілген уақытта дейді. Әр төбенің басынан төгілген уақытта дейді. Олар сондай қазір сондай бір жердің таудың астында жатыр олар. Кезінде Зүлқарнайын сол жерге бітеп тастаған ол тесікті, бірақ қиямет болатын кезде Алланың қалауыменен сол Зүлқарнайынның бітеп тастаған жері ашылады. Сөйтіп сол жерден бағанағы жер астындағы Яжуж Мажуж қаптап шығады. Бұл соның бір белгілері. Одан кейін дүниені түтін қаптайды. Аллах Тағала Құранда айтады: "Фартақиб яума таътис самау би духани мубин" дейді. Аспанды айқын түтін қаптайтын күнді күтіңдер дейді. Сол аспаннан бір қара түтін келеді. Сол түтін бірақ иман келтірген мүмин мұсылмандарға тұмау сияқты болып тиеді екен жаңағы түтін. Тұмаумен ауырған сияқты болып, шамалы ғана тек ауыртпашылығын сезінеді түтіннің. Ал имансыздар, кәпірлер, ол қатты тиеді жаңағы түтін. Олар барлығы қырып өледі екен сол жерде. Үлкен сондай ауыр азаптарға, ауруларға жазылмайтын деттерге ұшырайды екен. Одан кейінгісі күннің батыстан шығуы. Күн батыстан шыққан уақытта адамдардың барлығы иман келтіруге асығады, бірақ имандары пайда бермейді. Яума яти ба'ду аяти роббик ла янфағу имануха лам такун аманат мин қаблу. Аллах Тағала айтады: сол күні Раббыңның бір белгісі келеді, бірақ адамдар оның алдында келтірмеген имандары ол кезде пайда бермейді дейді. Одан кейінгі оттың шығуы. 8-ші белгісі, содан кейін жерлердің шөгуі. Кәдімгідей жер шөгіп астына түсе бастайды. Одан кейінгі соңғы 10-ші белгісі қағбаның құлатылуы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Бір қара қолдың қағбаны құлататынын білем, қазір сол қара қолдарменен қағбаны сындырып жатқанын көріп тұрмын" дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мінекей осындай қияметтің үлкен белгілері бар. Енді құрметті жамағат, кіші белгісі болсын, үлкен белгісі болсын, қандай белгісі болса да біз осы қияметтің белгілеріне иман келтіруіміз арқылы, соны сенуіміз арқылы өзіміздің сол ақиретке деген, қияметке деген иманымызды күшейтеміз. Сол үшін де сол қияметтің кіші үлкен белгілерін біліп жүргеніміз бізге абзал болады. Сол арқылы иманымыз күшейіп, ақиретке деген сеніміміз молайып, өзіміздің жаңағы намазымызда, құлшылығымызда сондай мықты сенімменен құлшылық жасап, құлшылықтың ләззатын алуға бір себеп болады. Және бұл иманның шарттарының бірі ақиретке иман келтіру. Парыз. Сондықтан да әр ақиретке сол иманымыз күшейеді, әрі сол белгілерінен хабардар боламыз. Аллах Тағала баршамызды сол өзіне, пайғамбарына, кітабына және сол ақиретке иман келтірген құлдарынан болуымызды нәсіп етсін. Көңіл аударып, құлақ қойып тыңдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Ва ахиру дағуана ани алхамдулиллахи раббил алемин.